Барлығыңа сәлем достар. Менің есімім Жусика. Өзімнің қайғылы оқиғамды сіздермен бірге бөлісейін. Мен өз үйіме қайттым. Басында барлығы жақсы болды. Үйіміз үлкен болатын. Үйім өзіме қатты ұнайтын еді. Бірақ бізде подвал бар еді. Ол жерге аса ешкім кіре бермейтін. Өзім кіруге қатты қорқатынмын. Себебі қараңғылық мені қорқытады. Үйге келгеніме көп болмаса да жағымсыз иістер мұрнымнан кетпейтін. Неге екенін түсіне алмадым. Бірақ бұл нәрсеге аса мән бермедім. Ал ата-аналарым болса, еш нәрсені байқамағандай тамақтарын ішіп отыр. Мен ол иіске қатты мән бермедім. Себебі маған ойын қызығырақ болды. Және де оны тезірек ұмытып қалдым. Ойын бірінші басталған кезде бәрі жақсы болды. Бірінші мен тығылдым. Ал досым болса санады. Мен қанша қиын жерге тығылсам да, таппайтын жерге тығылсам да, досым мені тауып ала беретін еді. Бірақ та мен келесіде дұрыс тығыламын деп ойладым. Бірақ сонда да ол мені тауып алды. Одан кейін мен өзім санайым деп шештім. Ал ол болса тығылады деп шештім. Мен де сол секілді тезірек оны тауып алғым келді. Себебі маған менің бар арманым оны тезірек табу. Себебі мен әр ойнаған сайын, тығылмашақ ойнаған сайын осы досымды таппайтын едім. Ол қаншалықты қай жерге тығылса да таба алмадым. До үйдегі ас бөлме, бүкіл бөлмені қарадым. Сонда да еш жерде таба алмадым. Бірақ қалай қай жерге тығылғанын түсіне алмадым. Ол тығылса да ұзақ отыра алмайды ғой. Мен осындамын деп айқайлайтын еді. Маған бұл қызық болғандықтан аса мән бермедім. Бірақ сонда да айқайлап көрдім. Ол қай жерге жоғалып кеткені менің көңілімді түсірді. Немесе оған бір нәрсе болып қалды ма деп уайымдадым. Сол үшін ата-аналарыма айтқаным жөн деп ата-анама айттым. Ата-анама бәрін айтсам да ата-анам мені түсіне алмай аса мән бермеді. Бірақ маған олсыз өте қызықсыз болды. Және қатты уайымдай бастадым. Бірақ сонда да не істерімді білмеймін. Одан кейін шыдамастан таппай жылап жібердім. Өзімді кінәлі сезінгендей. Шамамен ұзақ уақыт өтті. Бәріміз, ата-анамыз барлығы бүкіл үйді көріп шықты. Бірақ сонда да оны таба алмадық. Одан кейін табылатын шығар деп ұзақ күтіп отырдық. Бәрібір де күткеннен не пайда. Жынымыз келді де айқайлап жібердік. Басында ата-анамызға барлығы нормальный болды. Бірақ ұзақ уақыт өтті. Кеш те батып қалды. Ата-аналарым өте қатты бойымдай бастады. Біз дұрыс қарамадық деп қайтадан бүкіл бөлмелердің барлығын дұрыстап қарап шықты бірігіп. Бірақ сонда да ешкімді мүлдем таба алмадық. Досымды да таба алмадық. Одан кейін ағам осы подвалды көре бастады. Ағам құрса да бүкіл батылын салып ішіне кірді. Және таппадық. Сосын полиция звондаймыз деп шештік. Полициялар келді, бүкіл көшелерін сұрап көрді, бірақ еш жерден мүлдем таба алмадық. Одан кейін хабарландыруға салдық. Хабарландыруға салғанның өзіне де ешкімді мүлдем таба алмадық. Ата-анам, бауырларым барлығы тырысқанша істеп көрді. Қағазды да жабыстырып көрді. Бүкіл жерді зерттеп те көрді. Бірақ сонда да мүлдем таба алмадық. Менің және ата-анамның мүлдем көңіл күйлері жоқ. Өзімді қоярға жер таппадым. Бірақ олсыз өткен мен үшін ең ауыр күн болды. Сіңлімнің артынан өзім тілек тіледім. Табылса екен. Одан кейін ол үйде мүлдем қалмайтын болдық. Арада ұзақ жылдар болды. Мен өсіп келдім. Бірақ ойымнан сіңлім кетпейді. Және де бәр ойым сол үйде болды. Егер де мен сол үйде қалып, сіңлімді тауып алатын шығармын, не болса да әруағын тауып алатын шығармын. Мен сіңлімді қанша іздесем де таба алмадым. Және де қорқынышты кино қарап жатқан кезде біртүрлі дауыстар шыға бастады. Дауыс мен үшін жағымсыз болды. Және өте қатты қорқа бастадым. Білмеймін, біреу жиіркенішті сөздер айтып жатқандай болды. Бірақ бұған да қатты мән бермедім. Көршілер шығар деп ойладым. Одан кейін бір нәрсе тарс еткізіп, өте қатты дауыстар шыға бастады. Зәрем ұшып кетті. Не істерімді білмей қалдым. Өте қатты қорқа бастадым. Өзімді үйдегі істерге айтқан подвалға бардым. Бүкіл батылымды жинап бардым. Біртүрлі жеген дауыстар шықты. Білмеймін, біреу бір нәрсе жеп атқандай болды. Өзіме қатты қорқынышты болды. Бір орнымда қатып қалдым. Аяғымды қозғалта алмай тұрдым. Не істерімді білмедім. Жүрегім ұшып кете жаздады. Түріне қараудың өзі мен үшін ең қатты қорқыныш болды. Ол маған қарады. Оның түрі өте қатты қорқынышты болды. Мен айқайлап жібердім. Не істерімді білмеген екен. Қатты шыңғырып жібердім. Бетінің барлығы қан. Түрі өте қатты қорқынышты. Жүрегім роман ұшып кете жаздады. Және артыма қарамастан есікті жауып қатты жүгірдім.
Алдымнан балаларым шықты. Одан кейін көзім жұмылып тұр. Біреу мені құлатқандай, бірақ сонда да көзімді аша алмаймын. Не істерімді білмегендей болдым. Тек бүкілінің әңгімесін ести аламын, бірақ көзімді аша алмай жаттым. Одан кейін күйеуім келді. Мені ауруханаға апарды. Ол ауруханада анау мені қорқытқан кісіні де алып кетті. Одан кейін маған бәрі жақсы болады деп ойладым. Үйіме келіп тынышталып жазылдым, бірақ маған барлығы жақсы болды. Бірақ үйде біреу жүргендей болды. Сонда да бұл менің ойым шығар деп мән бермедім. Қорққанымнан өзімді қатты құшақтай бастадым. Түнде ұйықтап қалсам, үсті-басы қан, аузары қан маған қарап тұр. Қорққанымнан не істерімді білмедім.